Hello, сәлем. How are you? Қалың қалай? Бүгін біздің ең бірінші сабағымыз ол әрине ағылшын тілінің әліпбиін, яғни алфавитін үйрену. Ағылшын әліпбиінде әріптерді жеке оқығанда басқаша, ал сөздерде қолданылғанда басқаша оқылуы мүмкін. Әріптерді оқығанда менен кейін қайталап жаттап отыр. Лайк басып, тіркелуді ұмытпа. English time. Ендеше кеттік. Ағылшын алфавитінде 26 әріп бар. Оның 20-сы дауыссыз, 6-ы дауысты. Яғни мына суретте көрсетілгендей қызыл түспен белгіленген 6 әріп дауысты болып келеді. Олар A, E, I, O, U, Y деген әріптер. Ескере кететін жайт, Y әріпі кей кезде дауыссыз болып келуі мүмкін. Ендігі кезекте достар, біз осы 26 әріптің қалай оқылатынын және де сол әріптен келетін сөздерді оқып үйренейік. Ең бірінші әріп ол әрине A. Оған мысал apple, алма. B, bag, сөмке. Келесі үшінші әріп A әріпінің астында. C, car, көлік. D, dress, көйлек. E, earth, жер, әлем. F, flowers, гүлдер, гүл. G, gift, сыйлық. H, house, үй. I, ice cream, балмұздақ. J, juice, шырын, сок. K, key, кілт, ключ. L, lamp, жарық шам, светильник. M, motorcycle, мотоцикл. N, nuts, жаңғақ. O, orange, апельсин. P, pen, қаламсап, ручка. Q, quilt, көрпе, одеяло. R, рюкзак, сөмке, рюкзак. S, scissor, қайшы. T, телефон. U, umbrella, қолшатыр, зонтик. V, vase, ваза. W, watch, көру. X, xylophone, ксилофон. Y, yacht, яхта. Z, zipper, найзағай, молния. Осымен біздің бірінші сабағымыз тәмам. Екінші сабақта кездескенше лайк басып тіркеліп кет.